Ассалаумалейкум. Саламатсыз ба? Айгүлсіз ғой? Иә, Осы үй тұрсыз ба? иә. Жұмыс істейсіз ба? Кіріңіз. Посуда жуам. Посуда. Қанша балаңыз бар? Төртеу. Төртеу. Үлкені? Үлкені 19-да, қыз бала. Кішкентай ше? Кішкентай 3 жарымда. 3 жарымда? Папалары қайда? Папалары жоқ. Не болды папасы? Әртүрлі себептермен біз тастап кетті сондай. Неге? Бер келіңдер. Жоқ, жүре берсін жүре. Неге? Не болды? Сол енді басқа елге кетті, арақ ішті сол. Заңды түрде ажырасқанбыз, бүкіл документ құжаттарымыз бар қолымызда. Арақ ішті ма тоже? Кішкентай. Арақ деген бәле болды ғой. Иә. Балалардың құжаты ғой, Балалардың құжаты, өзімнің көп балалы деген қағазым. Мына көп балалы ба? Иә, үлкен қызым. Пособие аласыз ба? Жоқ, пособие себебі қызым 19-ға толып кетті, универге түсе алған жоқ. Сол себепті көп балалы пособие. Ана 167 мыңды қалай төледіңіз? Мен 167 мыңды 100 мың теңге менің өзім шешем, мамам пенсиясын береді. Қалған 105 мың теңге өзім айлығым. Сол үшін қиналғаннан кейін сұрап отқаным. Мамаңыз қайда тұрады? Мамам осы Ұзынағаш ауылында Насетбаев көшесінде тұрады. Бүкіл пенсиясын сізге беріп отыр ма? Не жұмыс істейсіз? Мен ресторанда посудный совар істеймін. Посуда машинасы ма? Осы Ұзынағашта ма? Жоқ, Алматыда. Алматыда ма? Күнде барып тұрасыз ба? 2 күн істеп, 2 күнде бол. Балалар кіммен қалады? Балалар өздерімен өздері қалады. Мына енді осы айда, сентябрь айында мен мына 2 кішкентайым қараусыз қалады. Себебі ұлым биыл 11 сыныпты бітірді, бір ұл бар ғой. Ол балам Ақтау қаласында Каспий университетінің грантын ұтып алды. Соны кешегі күні мен неге шығарып салдым аэропортқа, самолетқа. Оның билетінің өзін Каспий кредит қалдым. 76 мың теңге. Ай сайын 8 мың төлеймін. Солай шешті ғой, самолетпен ұшып барсын, документ тапсыруға үлгермейді деп. Ата грантқа түсті? Грантқа түсті. Ол да бір жеңілдік қой енді. Не оқу олар? Тарихшы болып, МДС деген мемлекеттік жоба ашылып тұр, мұғалімдерді даярлайтын. Соның ішінен 3 баланы таңдап ал, соның ішінен менің балам бар. Жақсы оқитын балалардың ішінен. Ерсайын. Ерсайын. Жақсы оқиды ғой? Жақсы оқиды. Жеңілдігін берсін. Мен үлкен қызым басынан операция болды осыдан 1,5 жыл. Не болды? Опухоль? Құлап, велосипед қағып, гематома болды ма? Гематома болды, басына қан құйылып, әзер дегенде қалып қалғанбыз. Енді сол уақыттарда менің кішкентай қызым эпилепсия. Жүрген қазір 3 жаста. Кішкентай эпилепсия? Иә. Бірақ 3 жасында мен бұны өзім шығартып алдым. Енді оға дейін осы жаққа көшіп келгелі ауырған жоқ та бала. Сол себепті шығарып алдым. Себебі садикке беруім керек. Садикке ол эпилепсиямен алмайды. Енді оға дейін тыныш, жақсы жүр. Сөйлей ме? Сөйлейді, бірақ жай, үй мазасыз. Енді баланың бәрі мазасы ғой. Өте мазасыз. Алла жеңілдігін берсін, шипа берсін. Құрметті халқым, рахмет, Қадия қорына үлкен рахмет. Алла разы болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Үлкен алғыс айтам. Осылай көп балалы ана деп, жалғыз басты ана деп көмек көрсетіп жатқандарыңызда Алладан еселеніп қайтсын. Үлкен рахмет.